Сәлем достар, қалдарыңыз қалай? Бүгін мен сіздерге ұмыт қалған балауыз туралы ертегіні айтып беремін. Қашан екені белгісіз, бір балауыз сөреде көп жатады. Ол ешкімге керексіз болады. Балауыз армандайтын, қашан бұл үйге жылуымды берсем екен деп. Өйткені бұл үйдегі отбасы мүшелері ешқашан бір-бірімен сырласпайды. Күндіз ата-аналар жұмысқа, ал балалары мектепке барады. Олар кешке келгеннен кейін дастархан басында өздерінің смартфондарында отырады. Егер смартфондарынан жалықса, үлкендер теледидардың алдында, ал балалары болса компьютерде отырады екен. Сөйтіп бір күні боран қатты соғады. Содан электр жарығы сөніп қалады. Анасы, мына бір сөреден балауыз болған, іздеңдерші дейді. Сөйтіп олар балауызды тауып алып, балауызды тұтатады. Балауызды тұтатып үстелдің үстіне қойып, өздері де үстелдің үстінде отырады. Олар біраз үнсіз отырады. Бір кезден отағасы тұрып, неге үнсіз отырсыңдар? Мен сендерге бала кезіндегі қызықты оқиғаны айтып берейін деді. Сөйтіп, отағасы алғаш рет атқа мініп үйренген кезінен бастап қызықты оқиғасын әңгімелеп береді. Ал анасы болса, көйлек тігемін деп үлкен маталарды кесіп тастап, және анасынан ұрыс естігенін айтып, бәрін бір күлдіреді. Балауыз өзінің арманына жетеді. Ал балалары мектептегі қызықты оқиғасын айтып, ата-аналарын таң-тамаша сезімге бөледі. Сөйтіп, бір кезде электр жарығын береді. Олар электр жарығына аса қатты қуанбайды, өйткені олар үстелдің үстінен тұрғысы келмеді. Олар балауыздың қасында отырып, өздеріне таң-тамаша сезім береді. Олар сол кезден бастап кейбір күндері жарықты өшіріп қойып, балауызды қосып, бір-бірімен сырласады. Егер де балалар, бұл ертегі сендерге ұнаса, менің арнама жазылып, лайк басуды ұмытпаңдар. Сау болыңдар.